Барлығыңыз Кайли Дженнерді білетін шығарсыз. Әлемдегі ең жас миллиардер аталған бизнесвумен басты табысын өзінің Kylie Cosmetics арқылы тапты. Ал Kylie Cosmetics сатылымдарының жартысынан көбін тек өз Instagram парақшасы арқылы жасады. Әлеуметтік желілер бизнеске немесе жеке тұлғаларға үлкен ықпалын тигізеді десек артық айтпаймыз. Бүгін біз өз кәсібіңізді әлеуметтік желілер арқылы қалай дамытып, тіпті сатылымдарды қалай үлкейтуге болатынын талқылаймыз. Сіздермен бірге 120 секундта қаржылық сауаттылық айдары. Жазылып кетуді ұмытпаңыз. Сізден лайк, бізден контент. Біріншіден, әлеуметтік желілер бизнеске не үшін керек деген сұрақ туындауы мүмкін. Себебі әлеуметтік желілерді жүргізу уақыт пен қаражатты талап етеді. Ал жұмсалған уақыт пен қаражат өзін-өзін ақтай ма, тікелей сатылым болады ма? Жауап беріп көрелік. Байқаған шығарсыз, ірі компаниялар өздерінің бренд парақшаларын дамыту үшін көп күш салады. Неліктен? Себебі кез келген адам компанияның жеке парақшасын тексереді. Демек, сіздің әлеуметтік желідегі парақшаңыз сіздің бизнесіңіздің бет-бейнесі. Яғни сіз медиа кеңістігінде болмасаңыз, сізге деген сенім азаяды. Алдымен, сіздің бизнесіңізге қай әлеуметтік желі сай келетінін анықтап алу керек. Instagram, YouTube немесе TikTok. Ол үшін сіз өзіңіздің аудиторияңызды білуіңіз қажет. Олардың жасын, қылықтарын, сөйлейтін сленгін. Мысалы, YouTube желісінде көбінесе үлкен және информативті видеолар қаралады, ал Instagram жаңалықтар мен лайфстайл лентасына айналды. TikTok болса, көңіл көтеру үшін арналған позитивті әлеуметтік желі болып табылады. Әрине, егер мүмкіндігіңіз болса, аталған барлық желілерді дамытқаныңыз жөн. Алайда, егер сіз бір немесе екі әлеуметтік желіні ғана жүргізе алсаңыз, онда өз тұтынушыларыңыздың портретіне қарап, сізге сай келетін желіні дамытқаныңыз жөн. Ал енді ең басты сұрақ ол әлеуметтік желіде қалай сатылым жасауға болады. Егер жалпы алатын болсақ, әлеуметтік желіде сатылымның екі түрі бар. Олар тікелей сатылым және де жанама сатылым. Тікелей сатылым аты айтып тұрғандай, сіз өз парақшаңызда тиімді акциялар туралы айтасыз, немесе белгілі бір тауарды жарнамалайсыз. Ал жанамалы сатылым ол белгілі бір өнімді немесе қызметті өз брендімен байланыстыру арқылы сатуды білдіреді. Мысалы, Coca-Cola бренді. Неліктен біз әр мейрам сайын осы бренд өнімін сатып алғымыз келеді? Себебі олар өз өнімін мейраммен байланыстырады. Өзіңіз байқағандай, тікелей сатылым сізге тек бір рет сатуға мүмкіндік берсе, жанама сатылым сіздің өніміңізді белгілі бір байланыс арқылы өзімен-өзі сатылуға мүмкіндік береді. Қорытындылай келетін болсақ, қазіргі таңда әлеуметтік желілердің маңыздылығын асыра айту мүмкін емес, себебі олар қоғам өмірінің бірден бір бөлігі болып кетті. Сондықтан әлеуметтік желідегі парақшаға дұрыс көңіл бөлген жөн. Келесі видеода қандай тақырыпты талқылағыңыз келеді? Комментарийда жазып кетіңіз. Біз соны қысқа да нұсқа түсіндіретін боламыз.